Атырау қаласында Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында таза әлемге қадам атты кездесу өтті. Қатысушылар тазалық тақырыбында пікір алмасып, волонтерлік бастамалармен танысты. Іс-шара аясында химиялық тәжірибелер мен шеберлік сағаттары да ұйымдастырылған. Таза әлемге қадам тақырыбында өткен жиында қоқысты сұрыптау аппараттарының жұмысы, химия әлеміне саяхат төңірегінде шеберлік сабақтары өтті. Фасилитация форматында қатысушылар командаларға бөлініп, экология тақырыбында жобалар әзірлеп, жүзеге асыру бағыты көрсетілді. Мұндай кездесулердің маңызы зор. Мәселен, биыл жел, күн генераторы арқылы энергия жинау, мектептерде жасыл дәліз орнату секілді 7 жоба жүзеге асырылып, олардың әрқайсысына 1 миллион теңгеден гранттық қолдау көрсетілген. Бұл шараның ерекшелігі бұл жерде экобелсенділермен ашық диалог алаңы өткізеді. Бұл жерде экология маңыздылығын түсіндіріледі, және де осы экология саласында жүрген жоба қорғап, және де осы экологиялық жобаларды демеуші қолдау болып жүрген жандар өз ойымен және де осы алаңда бөлісетін болады. Және де жастарымызға арналған шағын мастер-класстарымыз бар. Енді хакатон жеңімпаздарының жобалары бұл жерде көрсетіліп жатыр, және де әртүрлі химия бағыттары бойынша мастер-класстар ұйымдастырылып жатыр. Аталған шараның басты мақсаты қоршаған ортаны қорғау, елді мекендерді және табиғи аймақтарды тазалау, экологиялық мәдениетті арттыру, азаматтарды қоғамдық орындарда мүлікке жауапкершілікпен қарауға шақыру, сондай-ақ еріктілер мен ұйымдардың экология саласындағы еңбегін насихаттау болды. Жалпы жобаның мақсаты жастардың басын біріктіріп, экологиялық жобаларын қолдау білдіру. Осы Атырау қаласына және Жылой ауданының жастарына хакатон ұйымдастырды. Осы жылдың ішінде 2 хакатон ұйымдастырылды. Жалпы 200-ге жақын жастар қатысты, өздерінің жобаларын ұсынып, бақтарын сынап көрді. Жалпы жобаның 2 мақсаты бар. Біріншісі банаға атап өткенде қолдау білдіру, екіншісі жастардың басын біріктіру, экология бағытында жүрген хаб құру. Мұндай кездесулер қоршаған ортаны қорғауға бағытталған қоғамдық белсенділікті арттырып, жас ұрпақтың экологиялық санасын қалыптастыруға үлес қосады дейді ұйымдастырушылар.